Пәтер іздеп жүр едік. Ерболат Әбікенұлы. Алматыны алты айналып, жетім бұрышты жеті айналғанда өкшем опырылып түсті. Енді маймақ жүріске бастым. Аяғым ауырды деп келіншегім отыра кетті. Пәтер іздеп жүр едік. Құмырсқаның үйлеуінше қайнаған жетім бұрыштан бізге лайық пәтер табылмады. Табылмады емес-ау, табылды. Әкесінің құнын сұрайды. Тіпті делдал саған қарайтын емес, сөйлесу үшін де кезекке тұрады екенсің. Пәтер бар ма, апай? Бір қыз керек. Пәтер бар ма, ағай? Бір жігіт керек. Апа, пәтер керек еді. Екі қыз керек. Келіншегім екеуміз тұрсақ бола ма? Болмайды. Келіншегінің қасына бір қыз қоста, өзің басқасын жалда. Пәтер керек еді. Жас отау керек. Біз жас отаумыз. Қуанып кетіппін. Дауысым шәңк етіп шықты. Онда естіп ал. 50.000 теңгеден 150.000 теңге 3 айдың ақшасын алдын ала тапсырасың. Бөліп тапсырса ше, онда барыңдар ара. Сасқанымнан келіншегіме қарадым. Маған жаны ашыған болу керек. Естісе де естімеген боп тұр. Аппақ бетінің ұшына аздап қан шапши қалыпты. Көзінен мұң байқалады. Қасынан алыс тұруға тырысып, тағы бір маклерге қарай жүгірдім. Шаңырақта бір үй бар, жас отбасын тұрғызады, деді қара келіншек. Кеудемдегі өшіп бара жатқан үміт оты жарқ еткендей болды. Қанша болады? 10.000 теңге, 3 бөлмелі жаңа үй. Шаңырақ алыс па? Дедім келіншегіме бұрылып. Өте алыс қой. Амал жоқ, шамамыз соған жетеді. 3 бөлмелі үй болса болады екен. Жарайды, келістік. Тауып берген ақысына 1000 теңге төлейсіңдер. Мінекей 1000 теңгеңіз. Қалыңдығы бір елі, тозығы жеткен, іші шимайға толы дәптеріне үңіле түсті. Мынау телефоны мен аты жөні, Сұлушаш тәте жіберді дейсіңдер. Қожайынмен бірге тұрмайтынымыз қандай жақсы болды, деді келіншегім жол жөнекей құлағыма сыбырлап. Бұрынғы жәбір жабаны ұмытқан адамдай өте көңілді, жымың-жымың етеді. Еріксіз жымиып күлген болдым. Қолым дірілдеп, ішімнен иманымды үйіре түсіп телефон құлағым бұрадым. Ар жағынан ер адамның барылдаған жуан даусы шықты. Алло, кім екен? Алло, ассалаумағалейкум, Сәкен ағам екен? Иә, мен. Сұлушаш тәте жіберді. Пәтер іздеп жүр едік. Қайдағы пәтер? Өткізіп жібергенбіз 3 күн бұрын. Сұлушаш тәте 10.000 теңгеге 3 бөлмелі пәтер бар деген. 10.000 теңгеге тауық кепеде жалдай алмайсың, бауырым, деді де телефон тұтқасын тастай салды. Ашудан жарылардай мелшиіп тұрдым да қалдым. Әкеңнің ай, делдал алдапты, дедім келіншегіме. Неткен опасыз адам еді, дейді келіншегім даусы дір-дір етіп.